Армысыздар, арнамыздың көрермендері, сіздермен бірге мен Ержан Кенжеболатұлы. Бүгінгі кезекті айдарымызда біз құмырашық ісінен шеберлік сабақты жалғастыратын боламыз. Айта кетсек, бүгін біз мынандай заттар жасайтын боламыз. Бұл бізде керамикаға айналған дайын бұйым. Жаңа техникамен танысып, осындай бұйымды жасап шығамыз. Ең алдымен сіздерді құрал жабдықтармен таныстырып өтейін. Ең алдымен бізге балшық қажет болады. Бүгінгі сабаққа мен қызыл балшықты таңдадым. Ары қарай поролон губкасы, ермек сазға арналған қалақшалар, темір қалақша, басқаша цикля деп аталады. Сосын бізге ыдысымыздың формасын беру үшін, пішінін беру үшін осындай пластик аяқ қолданамыз. Және пленка. Ең алдымен біз пластик аяқшаны пленкамен қаптау керекпіз. Өйткені біздің балшығымыз жұмсақ, өте жұмсақ. Ол мынаның ішіне салатын болсақ, бірден жабысып қалады. Сосын қалыптың ішінен біз өзіміздің ыдысымызды алмай қаламыз. Неге біз өзіміздің қалыбымызды дайындадық, шетке қоя тұрамыз. Ары қарай балшығымызды дайындау керекпіз. Балшықты дайындағанда ескеретін жайт, мұның ішіндегі барлық ауаны барлығын шығарып тастау керек. Ол үшін оны біз жақсылап тұрып илеп аламыз. Мен алдын ала бұны илеп қойдым, енді тек қана алақанмен ұру ғана қалды. Жақсылап тұрып жан жағынан алақанмен ұрып шығамыз. Неге бізде балшығымыз дайын болды. Енді ары қарай кішкентай бөлігін бөліп аламыз да, оны қолмен ары қарай алақанмен ұрып шығамыз. Созыңқы форма жасау керекпіз. Алақан арасында айналдырып өтуге болады. Неге мынандай форма жасадық. Осы форманы біз қалың жіп түрінде илеп шығу керекпіз. Илеген кезде біз саусақпен емес, егер біз саусақпен илейтін болсақ, бұл бізде пішіні дұрыс болмай қалады. Ол үшін тек қана алақанмен илеген дұрыс мына жермен. Және де қатты баспаймыз. Егер біз қатты басып кететін болсақ, мысалға, біздің формамыз дөңгелек емес, осындай сопақша болып кетеді. Ары қарай илеуге ыңғайсыз болады. Оны жөндеу үшін қырына қойып, үстінен басып өтеміз. Төртбұрыш формасына келтіреміз. Сосын ары қарай жеңіл түрде оны жалғастырамыз. Ортадан бастап шетке қарай қолды ығыстырамыз. Шеттеріне мұқият болу керек. Шеттерін алып тастаған жөн болу керек. Оның ішінде ауа көп нелер қалып қойды, ауа қалып қояды. Артық балшықты міндетті түрде үлкен балшыққа қосып отырамыз. Жеке-жеке кішкентай бөлшектері тез кеуіп қалады. Егер бірігіп тұрса, ол ұзақ бойы тұра береді. Ал мінекей бірінші бөлік дайын болды. Енді осы бөлшекпен біз жұмыс жасайтын боламыз. Бұны біз спиральға ораймыз. Енді бізге поролон губкасы қажет болады. Кішкене сулап, қасымызға қойып қоямыз, саусағымызды сулап отырамыз. Шеттерін барлығын жақсылап, майдалап, әдемілеп өтеміз. Бұл бізде ыдысымыздың асты болады. Аламызда дайындаған қалыпқа ішіне дәл ортасына қоямыз. Енді ары қарай мен уақытты көп алмас үшін осындай балшықтарды алдын ала дайындап қойдым. Сол дайындаған балшықпен жұмыс жасаймыз ары қарай.
Мысалға мен мынандай ұзын қылып жасадым. Алдын ала ыдысымызды ойластырып қою керекпіз. Қандай ішінде оюлар болады, қандай формалар болады. Мен спираль таңдадым. Міне мынандай спираль жеткілікті болады. Шет жағымен жақсылап тұрып жабыстырамын, ашылып кетпегендей. Енді ары қарай дөңгелек емес, маған төртбұрыш формаға келтіру керек. Ол үшін тақтайдың үстіне қарама қарсы жақтарымен ақырын соғып өтеміз. Неке бізде төрт бұрыш дайын болды. Осы төрт бұрышты біз аяқтың ішіне саламыз. Салған кезде біз мынаның қабырғасына емес, біз балшықты бір-біріне жақсылап жабыстыру қажетпіз. Жасаған оюларымыз өлшемдері бірдей болу керек. Осыны дайралап шыққаннан кейін біз барлығын өлшемдерін анықтау үшін қойып шығамыз. Неге бізден дәл келді. Енді осының шеттерін бір-бірімен жақсылап тұрып біріктіру керек, жабыстыру керек. Ары қарай түсіп қалмас үшін. Осы техника жгутовый техника деп аталады. Жіп тәріздес формалармен ыдыс жасау. Бұрыннан бері белгілі техника. Қазіргі кездің өзінде де өзінің маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Осы техника арқылы әртүрлі ыдыстар жасалады. Кішкентай ыдыстан бастап үлкен құмыраларға дейін жасауға болады. Бір қатарын жасап өттік. Ендігі келесінің қатарын жалғастырамыз. Ол үшін мен мына жердегі қуыстарды жабуым қажет. Мен қуыстарды мынандай дөңгелек формалармен жабатын боламын. Жай ғана осы қуысқа дөңгелекті қойып, ары бетіп басып өтеміз үстінен. Төменгі жағында да бос орындар қалды. Осы бос орындарға да біз жабу қажет. Ол үшін дәл жаңағыдай дөңгелекті дайындаймыз, бірақ сәл өлшемі кішірек болу керек. Мінекей бізде дайын болды. Ары қарай мына жерден біріккен жерлерін білінбейтіндей қылып, жақсылап тұрып майдалап өтіру керек. Ендігі келесі кезең бізде мысалы барлық бұл затты бәрін жасап қойдық қой. Енді бір-бірімен ол жақсылап тұрып бірігу керек. Мысалға мынау заттарды алатын болсақ, сыртындағы ою бәрі видерлі, барлығы нақты көрініп тұр, бірақ ішкі жағы қолмен жақсылап тұрып майдаланған, ешқандай нелері көрінбеу керек, жасану керек. Ол үшін біз қолмен немесе мынандай қалақшамен сыртын бәрін жақсылап тұрып жағып өтеміз. Немесе мынандай қалақшамен. Біздің мақсатымыз бөлшекпен бөлшектеп жасадық қой. Сол жеке-жеке балшықты бір-бірімен біріктіру.
Бұлай міне біріктіріп өттік. Енді ары қарай суды қолданып поролон губкасымен жақсылап тұрып ішін сулап өтеміз. Сулаған кезде бізде балшық жұмсарады, ары қарай тегістеуге жеңіл болады. Мінекей, поролонмен тегістеп болдық, ары қарай қолмен. Әзірге осылай тегістеген жеткілікті болады. Ары қарай біздің балшығымыз кебеді. Одан кейін біраз қаттырақ болады, өзінің пішінінің формасын ұстап тұратын болады. Содан кейін жақсылап тұрып, тағы бір рет губкамен тегістеп өтеміз. Енді осы ыдысымызды қалыптан алу керек. Ол үшін турнетканың үстіне қоямыз. Турнетка бізде мынандай зат. Және осындай фенді қолданамыз. Фенмен кептірген кезде бізде бұл затымыз сәл кішірейеді. Содан кейін бізде формадан алуға жеңіл болады. Жаңағы жасаған астына қойып қалған пленканың шеттерінен ақырын-ақырын тартып, біздің затымызды босатамыз. Мінекей сәл босаңқырады. Енді ешқандай қиындықсыз оның ішінен алып шығуға болады. Мінекей біздің бұйымымыз дайын болды. Сыртындағы оюлары көріп тұрғаныңыздай сыртқа шығып тұр, көрініп тұр. Ішкі жағы тегістелді. Осындай бұйымды тек қана қолдың көмегімен ешқандай станоксыз, ешқандай құрылғысыз жасап шығуға болады. Дәл осындай техникамен, мысалға мол бізде кішкентай зат. Осындай үлкен құмыралар жасауға болады. Біздің формамыз ғана үлкен болса, ары қарай одан да биік заттар жасауға болады. Осымен біздің шеберлік сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.